Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, сіздерге сұрақ-жауап айдары және менің бүгінгі каналымның қонағы осы Алматыдағы Таугүл мешітінің ұстазы Сәуле Бақытжанқызы. Қош келдіңіз. Бүгінгі сұрайтын сұрағымыз, яғни денсаулығында кінараты бар адамдар, жалпы науқас адамдар оразадан босатыла ма? Олар не істейді? Мысалы, кейбір адамдарға күндіз дәрі ішпесе болмайды. Сондай жағдайда не істеу керек? Бисмилля, жалпы науқас кісіге ораза ұстау мәселесінде Алла Тағала Құранда бізге Бақара сүресінде былай баяндайды. Рамазан айы туғанда ораза ұстаңдар. Сендерден кім науқас немесе сапарда болатын болса, олар оразасын кейін өтеп берсе болады. Және Алла арасында сендерге ауырлық емес жеңілдік қалайды дейді осы аяттың жалпы мағынасында. Бұдан шығатын қорытынды, яғни қандай да бір кісі науқастанып, науқасына байланысты оразасын кейінге қалдырып, қазасын өтеп берсе болады. Өйткені бұл Алла Тағаланың бізге берген жеңілдігінен. Егер сіздің науқастық егер созылмалы ауру болса, жазылатын күмәні болса, көзіңіз жетіп тұрса, сіз ұстай алмайтыныңызға өткеніне сол ораза ұстау арқылы ол асқынып кететін болса, немесе жаңағындай басқа нәрсеге алып баратындай туындайтын жағдай болатын болса, онда бұндай жағдайда сіз қазасын өтейсіз. Ал егер кейіннен емделген болмасаңыз, ауруыңыз әлі өзіңізде жалғаса беретін болса, бізде шариғатта фидия деген бар. Яғни сіз фидия төлеу арқылы бір міскінге күнделікті тамақтандыру арқылы, немесе жаңағыдай 60 міскінді бір күнде тамақтандыру, ауыз ашарып беру арқылы сіз өзіңіздің оразаңыздың несінен парыздығынан құтыла аласыз. Егер науқастық неңіз созылмалы, жағдай жарамсыз болса, деніңізде нелер болатын болса, асқынып кетуге алып баратындай сізге білгір дәрігер осындай кеңестер берген болатын болса, осыған жүгінсеңіз болады. Ал егер сіздің ауруыңыз тек сол кезде созылып, кейіннен жазылып айыққан болсаңыз, онда ұстап бергеніңіз дұрыс. Қазасын. Түсінікті, қазасын. Мүскін дегенде, мүскінге қандай адамдар кіреді негізінен? Мүскін деген кезде жалпы кез келген ауыз бекіткен адамға ауыз ашыта берсе бола ма? Жоқ, негізінде пақыр мүскіндерге дейді. Мүскін деген жалпы өзінің табатын ақшасы өзіне жетпейтін, сондай кедей кісілерді айтады. Яғни мұқтаждық танытатын кісілерге, сондай кісілерді тауып сондайға берген абзал. Ал мысалы білім алып жатқан студенттер деген сияқты ондайлар кірмей ма бұл неге? Жалпы Құранда осы жөнінде міскінге деп келеді, мұқтаждарға, пақырларға дейді. Бірақ енді пақырлар деген міскін дегенге негізінде сол мұқтаждық танытқан. Яғни өзін азық-түлікпен қамтамасыз ете алмайтын адам. Өзіне жетпейтін, яғни жалақысы, ақшасы өзіне жетпейтін, бала шағасына жетпейтін адамды міскіндер қатарына қосамыз. Фидияны сіз тамақ күйінде берсеңіз болады міскінге, немесе ақшалай берсеңіз болады. Оны тіпті оразадан кейін де беруге болады, тамақтандыруға бола ма? Әдетте ауыз аштыру керек пе? Оразаның үстінде берген дұрыс. Ауыз аштырды тамақтандыру. Түсінікті, көп рахмет. Өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұраққа жауап алдыңыздар деген ойдамыз. Егер тағы да бір мәселелер туындамаса, осы видеоның астына комментарийді жазыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.